Малда ауылға жұмыс істеуге кеткен күйеуім із-түссіз жоғалды. Редакциямызға Рүстем Жамашевтың туыстары хабарласып Бұқарадан көмек сұрайды. Айтуларынша 47 жастағы ер адам осыдан бір жыл бұрын мал бағуға кетіп, қайтып оралмаған. Қайырлы кеш, 31-ші арнада әділдік алаңы. Сіздермен Руслан Өтепбай. Бұл суреттердегі балбұл жайнаған бақытты отбасының бүгінде берекесі қашқан. Себебі Құндыздың 11 жыл отасқан жолдасы Рүстем Жамашев осыдан бір жыл бұрын мал бағуға кетіп, ізім ғайым жоғалған. Досының малын бағуға кетеді ғой. Сол кезде үйден інісі алып кетеді. Сол табан асты болады. Негізінде басқа біреудің малын бақшы болған. 2 күннен кейін досының інісі мен күйеу баласы хабар айтып келді. Осылай біз құмнан Рүстемді таппадық, іздедік, барлық жердің бәрін қарадық, таппадық деді. Содан кейін біз розысқа бердік. Ол кісілерді іздеп, ешқандай не дәлел таппады. 47 жастағы Рүстем соңғы рет мал бағуға кетерде қатты жел тұрып, жаңбыр жауған көрінеді. Бірақ бәрі саябырсыған сәтте үйге Рүстем емес, ер тоқымсыз қалған жылқы ғана оралыпты. Атпен кеткен ғой сол. Ат ер тоқымсыз келеді сол. Малдар келеді, өзі жоқ қой. Жүгені қажалып келеді. Может, сол жерден біреу алып кетті ма деп ойлаймын. Может, сол құмда бір адам алып кетті ма депші. Алдап-салдап, осындай жұмыс бар, осындай ақша төлейм деп алып кеткен шығар деп ойлап отырмын. Біреу ұстап отыр ма деп ойлаймын. 3 баланың әкесі Рүстем Жамашев қазір қайда? Жақындары фазенданың иесінен неге күдіктенеді? Құндызға ақша аударып, тынымсыз қоңырау шалып жүрген кімдер? Әділдік алаңында анықтаймыз. Сонымен студияға жоғалған ер азаматтың келіншегі Құндыз Сүйінішбекованы шақырамын. Құндыз ханым, саламатсыз ба? Қай жақтан келдіңіз? Жамбыл облысы, Меркі ауданынан. Қош келдіңіз. Енді Рүстемді іздеп жүргеніңізге қанша уақыт болды? 1 жылдан асты. Қанша балаларыңыз бар ортақ? 3 бала. 3 бала. Жанды некеде болдыңыздар, Сол күнге оралайықшы. Рүстем үйден жұмысқа кетті, Қандай жұмысқа? Мал бағуға. Ол бұрын сонда барып жүрген жері ме сондай? Содан 1 жыл бұрын барған еді ғой. 2023 жылы. Сіздердің үйден фазенда ара қатынас қандай? Алыстау. Қанша сағаттық жер? Күн бе? 1-2 сағаттық не ғой. Көңіл күйі қандай еді сол жұмысқа кеткен кезде? Кетердің алдында көңіл күйі жоқ, сөйтіп жүрген болатын. Неге? Себебі тісі ауырып жүрген. Тісі ауырып, сөйтіп жүрген. Денсаулығына байланысты мазасы болмады. Мазасы. Сыртқы күштердің әсері емес қой ешқандай. Сосын жоғалғанын қалай білдіңіздер? Жоғалғаннан кейін 2 күннен хабар айтты ғой, інісі келіп. Сонда бара салып жоғалып отыр ма? Бара салып жоғалып отыр. Үйден кім алып кетті жұмысқа? Әлде өзі барды ма фазендаға? Фазендаға өзі барған жоқ, жаңағы досының інісі келіп алып кетті. Досының інісі. Бұрын үйде жүрген кезде қандай жұмыс істейтін? Құрылысшы, сондай жұмыстар істейтін. Кез келген жұмыс істей береді? Жалдамалы жұмыстар. Өзінің жоғары білімі жоқ қой, мамандығы? Жоқ. Бұға дейін де мал баққан, фазендаға барып, сол фазендаға барып. Біз енді осы орайда жалпы Рүстем деген азаматтың портретін ашу үшін бұрын жұмыс істеген әріптестерінен сұхбат алған болатынбыз. Қазір танысып алайықшы экранға қарап. Ол кісі жүктеме болып істеген. Жаңағы өз жерде жүреді, енді мінезімен бала шағасы мына жерде тұрады, жақын жерде. Осы мына келесі көшеде тұрады. Негізі мінезі өзіне сай, былай шылай анандай бос емес, енді аздап шетіні бар шығар. Мен бірге онымен бір өтірік айтпасам 4-5 жылдай жұмыс істедік бірге. 4-5 жыл аралығында бізге жүктемеші болып істейді. Жоғалып кететіндей жігіт емес ол. Ол бір жерге барып, мысалға, енді әрине ол қанша жерге барып жүр, Сақпанға барады, басқа жерлерге барады, мен білем оны. Бірақ ол ондай жерде бір тұрып қалатындай, қалып қалатындай, болмаса бір босап қалатындай жігіт емес ол. Ол енді біреудің несі сүйреуінде жүретін жігіт емес. Ол жігітпен 2 жыл істестік бірге. Енді ол біреудің арқына көнетін, біреудің сүйреуінде жүретін жігіт емес. Өзінің мінезі бар, ешкімге бағынышты болмайтын жігіт дейді. Енді сіздің күмәніңіз, күдігіңіз қандай? 1 жылдан бері қайда болуы мүмкін күйеуіңіз? Может, біреу ұстап отыр ма деп ойлаймын. Кім ұстап отыруы мүмкін?
Сондай бір дұшпандары бар ма еді? Мына алып кеткен досына кішкене күдіктенемін шу. Ол досы ма еді алып кеткен? Аха, досы. Аты кім? Ислам. Ислам үйге келіп алып кетті ма Рүстемді? Інісін жіберді, иә? Аха, інісі. Өзі бұрын сонда ислам туралы бір теріс пікір айтатын бе еді Рүстем? Айтпайтын. Күйеуіңізді үйден фазендаға алып кетерде інісінің қасында кім болды? Інісінің қасында? Иә. Қарындасы болды, мамасы болды. Анасы да болды ма? Анасы да болды. Досының анасы ғой. Біз енді анасынан сұхбат алған едік. Экранға жер салыңыздар. Өзім машинамен бардым. Машинамен барсам, коляскамен далада тұр екен. Коляскамен. Жаңағы бала, жоғалған бала. Содан кейін дереу колясканы қойды да әйелін көрмеді. Шықты, отырды машинаға. Айдадық. Сол машинамен бардым. Барып, магазинге тоқтап, анау алдым. Сонымен тіке кеттік. Ол бірақ ішкен екен де, түніне ішкен ғой енді. Басым ауырды деді, мен арақ алып берген жоқпын оған. Аман сен апарайын мен сені сөйлеген. Ішесіңдер. Әйтеуір бір дедім. Соны алып бардым. Тамағын істедім, төсегін салдым, жерді, ішті, әңгіме айттық сөйлді, отырдық, жаттық, ертең тұрдық. Сол баяғы тамағын бердік, балалар атын ертеді. Содан önce атқан мінді, күн жауын қырап тұр екен. Содан күн жауғаннан кейін мен айттым, қайтып келді о бала. Қайтып келді да, қайтадан түсті, киім кигізді. Жаурамасын құрсын, обал шыға деп киім кигізді да, қайтадан атқан мінгізіп балалар жіберді. Ол кеткеннен кейін біз үйге келдік, кірдік. Содан кейін балалармен мен ауылға келетін болды. Бала. Ауылға келді, мен тастады, қайтадан бала кетті. Құндыз, күйеуіңіз жиі ішетін бе еді? Жиі ішпейді. Кешіріңіз, мен Жамбыл облысы Меркі ауданының тұрғынымын. Сіздің жолдасыңыз Рүстемді мен жақсы білемін. Ол кісі, мен бала күнінен ол кісіні жақсы білетінім. Ол кісі өте ішімділікке жақын етін. Сіз қайдан танисыз Рүстемді? Мен өзім айтып отырмын ғой, Жамбыл облысы Меркі ауданының тұрғыны болатын. Қазіргі таңда Алматы қаласында тұрмысқа шыққандықтан осы қалада тұрып жатырмын. Рүстем мырзаны біз ол кісімен бала күнімізден таныс етінбіз. Сіздің жолдасыңызды мен жақсы білемін, Рүстемді. Ол кісі ішімдікке жақын болатын, ашушаң мінезі сондай кісі болатын. Ендігі сізге мынандай сұрақ. Сіздің бана жолдасыңыздың тәтелері бар. Астана қаласында тұратын тәтелері бар. Ол кісілер іздеу салмады ма? Іздеу салмады. Қайнапаңыз бар ма сіздің? Қайнапам. Астанада тұратын қайнапаңыз бар ма? Бар. Іздемеді ме бауырым? Іздемеді. Неге? Ол Рүстем ұлдарынан бөлек, сізден бөлек басқа ешкімге керек емес па сонда? Ағам іздеді жүр. Бауыр, үлкен ағасы бар ма? Іздеді ма ағасы? Іздеді. Қалай іздедіңіздер? Сіздер полицияға барып арыз түсірдіңіздер ма? Иә, розыға бердік. Жоғалған күні? Иә. Сол күні. Содан кейін қалай іздедіңіздер? 2 күннен кейін. Бұл халық болып іздеді ма, әлде полиция өздері екеу-үшеу шығып қана іздеді ма? Оперлармен іздеді ғой жаңағы. Милициялармен. Топ құрылды ма? Топпен, аха. Қанша адам іздеді? Оны мен баламен шыға алмадым үйде. Қызының тағдырына алаңдаулы ана Ләззат ханым пікір білдірген екен, экранға жер салайық. 1 жылдан асты, 3 ай асты. Былтыр осындай көктем айында жоғалып кеткен болатын, апрель айында ше. 3 ай асып, әлі іздеп жүрміз. Енді соны тергеп жатырма, іздеп жатырма, іздемей жатырма, оны толық білмеймін. Ондай жоғалып кететіндей немес ол. Семьясы бар, даже көршілерді айтады орыстаршы. Ол кешкісін келе жатқан кезде әрдайым нанын, балдардың напитығы, тамағы постоянно сөйтіп алып жүретін. Ол үйіне өзінен өзі жоқ болып кетуі мүмкін емес. Мен күдіктенетінім, күйеу баламды біреу ұстап отырған сияқты. Нақ десе, ол осы уақытқа дейін бір хабар беретін еді. Құндыз ханым, сіз күйеуіңізбен қарым-қатынасыңыз қандай болды? Одан алдын ұрысып қалған жоқсыздар ма? Оған дейін ұрыс-керіс көп болатын бе? Ішкен кезде қол көтеру болатын бе? Сізге ешқандай қысым көрсетілмеген ба? Сізге қарап отырмын, бірақ сіз қазір бір қорқатын адам сияқтысыз. Даже келіп, күйеуіңіз іздеуге де қорқып отырсыз да? И анандай, бір қорқып қалған адам сияқтысыз. Жоқ әлде сізде кейін барып келіп қорқытты ма біреулер? Ешкім қорқытқан жоқ. Күйеуіңізбен де қарым-қатынасыңыз дұрыс болды. Құндыз, сіздің табиғатыңыз осындай ғой, иә? Табиғатыңыз, иә. Жарайды, енді толығырақ ақпарат алу үшін студияға Құндыздың анасы Ләззат ханымды шақырайықшы. Ләззат ханым, қош келдіңіз. Амансыз ба? Амансыз. Денсаулығыңыз бәрі дұрыс қой? Бәрі дұрыс, бәрі жақсы. Жайғасып алыңыз.
Күйеу балаңызды көрмегеніңізге 1 жылдан асты. 1 жыл 3 ай болды. Жана сюжеттен байқадық, біреу ұстап отыру мүмкін дейсіз. Неге олай ойлайсыз? Енді бұл келмегеннен кейін біз күдіктеніп отырмыз ғой. Не біреу ұстап отыр ма? Өзінен өзі ол жоқ болып кетуі мүмкін емес. Намып десе 1 жыл бұрын бұл тағы да малшылыққа сол үйге барған бұл. Күйеу баламшы. Нам мінесен келген, айлығын төлеген. Мүмкін емес қой, өзінен өзі жоқ болып кетуі. Сіздің күйеуіңізде қолында ұялы телефон болды ма? Болған емес пе ешқашан? Неге ол жоғалтып алды сол. тауға кетердің алдына жоғалтып алды? Жоғалтып алды. Бірақ номеріңізді жатқа біледі ма сіздің? Білет, жатқа білет. Ол ешқашан хабарсыз кетпейтін, бір хабарын беретін.